Бабамыз аңсаған бостандыққа қол жеткізгеннен бері егемен еліміз тәуелсіздік тұғырында нық тұрып келеді. Елбасымыздың сөзімен айтқанда, мәңгілік ел ата-бабаларымыздың сан мың жылдан бергі асыл арманы. Әлем картасынан ойып тұрып орын алатын тәуелсіз мемлекет құру сол арманның ақиқатқа айналу еді деген сөзі осының дәлелі. Азаматтыққа қол жеткізгеннен кейін оны ұстап тұру әлдеқайда қиын. Бұл әлем кеңістігінде ғұмыр кешкен талай халықтың басынан өткен тарихи шындық. Өзара алауыздық пен жан-жаққа тартқан берекесіздік талай елдің тағдырын құрдымға жіберген. Сондықтан тәуелсіздікті сақтау деген руханиятты тәрк ету деген сөз емес. Зайырлы мемлекетіміз дін мен дәстүрі шебер үйлескен ата-бабамыздың дәстүрлі дінін қолдан жоғары бағалайды. Әлемде әртүрлі бүлікшіл топтардың экстремистік әрекеттерге барып жатқандықтары бәрімізге белгілі. Солардың қатарында орын алған халықаралық табиғи жамағат миссионерлік ұйымына Қазақстан аумағында қызмет етуі тоқтатылатындығы туралы шешім шығарылды. Бұдан бұрын бұл топтың қызметіне Өзбекстан мен Тәжікстан және Ресей елдерінде де тыйым салынған болатын. Таблиғи жамағат еліміздің барлық өңірлеріне тарап, танымал болып қалған топтардың бірі. Оның негізін Мұхаммед Ильяс әл-Қандақлауи қалаған. Үндістанның Сахарнуфурінен бастау алған таблиғи жамағаттың идеологиясы уақыт өте көрші Пакистан, Бангладеш, кейіннен Сирия, Иордания, Палестина, Ливан, Мысыр, Судан, Ирак, Араб елдеріне тарады. Бұдан ары Еуропа және ТМД елдеріне де кең таралып, соңынан біздің елге де келген. Аталмыш жамағат өкілдері жұпыны киініп, жұпыны төсегі орынды қанағат тұтып, шамалы қаражатпен ғана жолға шыға береді. Бұл орайда олар жомарт адамдардың садақа ретінде азды көпті берер көмектерін есепке алады. Таблиғшылар топ-топ болып, белгілі бір елді мекенді бағытқа алып аралауды мақсат тұтады. Мейлі үй болсын, көше болсын, базарларды аралап, дағуат жұмыстарын жүргізеді. Бірыңғай адамдардан құрылған таблиғшылар осындай үгіт жүргізу үшін отбасы, ошақ қасынан безіп, жанұясын тастай сала ел жер аралап кетеді. Таблиғи жамағат ұйымының ұстанымы дінді уағыздау арқылы бүлік шығарып, елді тұтастығынан айыратын арам ниетті идеяларымен ел арасында іріткі салу. Ислам бүлікке емес, бірлікке бастайтын жол. Ал таблиғшылар болса, сырттан алып келгенімен қоймай, халықтық дәстүрлерді белден басып, өздерінің ақиқатын тықпалайды. Таблиғшылар адамдарды уағыз тыңдауға да шақырып, жиналған қауымды бірнеше топқа бөліп, олардың әрбіріне жетекші тағайындайды. Осы тәртіппен өткен бірнеше күннен кейін сол адамдарды өздерімен бірге дағуатқа шығуға міндеттейді. Оларға сапарға шығып дағуат жасау, дағуатшының санасын тәрбиелейді. Сендер енді дағуатшысыңдар, адамдарға ненің халал, ненің харам екендігін түсіндіріп берушісіңдер, адамдардың исламға келуіне жауаптысыңдар деп үйретеді. Неткен ақылға қонымсыз тұжырым. Діннен дәріс алғанына бірнеше күн ғана болған адамға қалайша үкім шығаруға құқық береді. Дін жайлы дағуат ету, оны елге өз деңгейінде жеткізе білу кез келген адамның қолынан келе беретін шаруа емес. Себебі оған қажетті белгілі бір деңгейдегі діни сауаттылық керек. Таблиғи жамағат ұйымы сөз жоқ, ислам діні надан, лас, бейберекет адамдардың діні деген ой тудырады. Алайда ислам діні тазалықтың, көркемдік пен әдептіліктің діні. Сондықтан өз ортамызда таблиғи жамағаты сияқты шектен шығып, асыра сілтеушілікке бой алдырған діни фанатизм мен діни көрсоқырлыққа ұрынған адасқан ағымнан сақтанайық ағайын.